Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Биыл мен жұмыс жасайтын Астана ақшамы газетінің шыға бастағанына 35 жыл толады. Алғашында Ақмола ақиқаты деген атпен жарық көрген бұл газеттің биылғы 35 жылдық мерейтойына орай біз газеттің бұрынғы тігінділерін, архивін қайта ақтарған болатынбыз. Осы барыста газетте жарияланған ұлтымыздың тарихына, мәдениетіне, тағдыр талайына қатысты талай мәйекті мақалаларға кез болдым. Соның бірі мен сіздермен бөліскелі отырған белгілі зерттеуші Елдос Орданың «Қашқария қазақтары қашан зерттеледі» деген мақаласы. Әрине, қазақ туралы сөз ашсақ, әлемнің 40-тан астам елінде әлі 10 миллионға жуық қазақ бар деген деректі көтереміз. Әрине, бейресми дерек бойынша, ал ресми дерек бойынша да шетелде жүрген қазақтың саны 6-7 миллионнан асып түсетіні анық. Дегенмен кейбір елдердегі қазақтар қазір Қазақстанға оралғысы келсе де, қазақ екенін дәлелдей алмай сарсаңға түсіп жүр. Соның бір мысал ретінде жақында депутат Ерлан Сайыров көтерген Ауғанстаннан Пакистанға ауып барып, Қазақстанға келе алмай отырған қазақтардың мәселесі болатын. Олар Қазақстанға келеміз деп талпынғанымен құжаттарында қазақ деген анықтама жоқ. Ал Қазақстанның заңы бойынша құжатында қазақ деген таңбалы анықтама болмаса, біздің ел азаматтыққа қабылдамайды. Ал Ауғанстандағы балапан басына тұрымтай тұсына кеткен заманда құжатында қазақ деген сөз ежелден жазылмаған қазақтарға ешкім мынау қазақ еді деп анықтама бермейтіні анық. Тұс-тұсқа қаш-қаш басталған кезде Пәкістан асқан сол қазақтарды қазір Пәкістан елі Ауғанстанға қайтаруды көздеп отырған көрінеді. Осы мәселені айтып, депутат Ерлан Сайыров әлеуметтік желіде халыққа үндеуде жасаған болатын. Міне, осы тұрғыдан алғанда шетелде қаншама қазақ жүр. Оның көбі құжатында қазақ деген сөзсіз жүр. Яғни қаны қазақ болғанмен, жаны қазақ болғанмен, ділі қазақ болғанмен, қазақ деген бір анықтамасы болмағандықтан ата жұртына орала алмай жүрген азаматтарда жетіп артылады десек, бүгінгі мынау Қашқария қазақтары туралы мақала маған үлкен ой салды. Ендеше осы мақаланы сіздермен бөлісейін. Жалпы Шыңжаң өлкесінде Қызыл Қытай билігі орныққанға дейін, тіпті 1955 жылға дейін Совет одағының 5 үлкен консулы болған. Оның 4-еуі қазақтар жиі қоныстанған Алтай, Шәуешек, Құлжа мен Үрімжіде орналасса, бірі Қашқар қаласында орналасқан деп бастайды Елдос Орда. Сөздің бісмілласын Қашқардағы Совет консулынан бастайын. Мұндағы консул мұрағаттарында Қашқария қазақтары туралы мәліметтер толып жатыр. Өкініштісі әлі көмулі күйінде жатыр. Ешкім айтпаған. Біз 1916 жылғы қазақтар көтерілісінде 100 мыңдаған қазақтың Қытайға, Іле өңіріне өткені туралы жиі айтамыз. Бірақ неше 10 мыңдап Қашқарияға, яғни 6 шәһәрға өтіп кеткен қазақтар туралы айта бермейміз. Негізі сол жылдары 1916, 1931, 32 жылдары Қашқария асқан қазақтардың ұзын саны неше 10 мыңнан асып жығылады. Қашқарияға немесе 6 шаһарға қазақтар 2 бағытта өткен. Бірі Тәңіртауды құлдилап, Ілені қиғаш кесіп өтіп Қашқарияға өтсе, екінші тобы Ферғанадан айналып, Памир асып Қашқарға соққан. Осы екі топпен ауып келген Қашқария қазақтары 6 шәһәрда құмға сіңген судай ғайып болып кеткен. Бізге Қашқария қазақтары десе, Хатаған хан Тұрсынның кезінде Қашқария асқан құрамалар елестеуі мүмкін. Немесе ел ауған, қайың сауған Бөке батырдың елімен 1930 жылдардағы Алтай қазақтары көз алдыңа келуі ықтимал. Бұл туралы мағлұмат жетерлік. Ал 31, 16, 32 жылдары 6 шәһәр асқан қазақтар туралы дерек аз, тіпті жоқтың қасы. Осы бастаманы көтеру арқылы қазақ тарихшыларының назарын Қашқарияда көміліп жатқан қазақ тарихына аударғым келеді.
Алтышахар қазақтары туралы мәлімет алудың екі үлкен жолы бар. Бірі Қашқардағы кеңес консулының жеделхаттары. Қашқар өңіріне сырттан босып келуші көшпелілердің әлеуметтік мәселелері туралы Дихуа, яғни қазіргі Үрімжі мен Мәскеуге талай жеделхат жолдап нұсқау сұраған. Көшіп келушілер туралы әртүрлі мағлұмат берілген. Сонда қазақтар туралы дерек жетерлік болмақшы. Екіншіден, Қашқариядағы жергілікті орынның мұрағаты. Жергілікті орынның тарихи дерекнамаларында сырттан көшіп келушілер туралы мәлімет жетерлік. Сондай мәліметтердің ішінде қазақтар туралы, оларға ұйғырлардың көрсеткен көмегі туралы ақпараттар мен қазақтарды жер беріп орналастыру мәселелері туралы талай тарихи мағлұматтар бар. Қашқарияның кейбір елді мекендерінде Қазақкент деген атаумен аталатын жерсу аттары картада әлі күнге дейін тұр. Сосын тағы бір қызық жайт бар. Қашқарияда Мәкіт дейтін аудан бар, қазақша айтқанда Меркіт. Оны Шыңғыс жорығы кезінде ауып кеткен меркіттермен байланыстыратын тарихи болжам бар. Одан ұйғыр халқында Долан деген бөгенайы бөлек, өзге ұйғырға ұқсамайтын ән күй мен бие киім кешегіне дейін бөлек халықтар тұрады. Оларды дулаттар деп атайды. Лопнұр деген жердегі қазақ қырғыздан аумайтын, бірақ өзін ұйғыр санайтын халықтар бар. Қашқарияның құмға жасырынған құпиясы осында деп сөзін сабақтайды Елдос Орда. Сосын менің жеке мұрағатымда Қашқарияға 19 ғасырдың соңы мен 20 ғасырдың басында ауған қазақтардың кигіз үй мен сырмақтарының пұшпақтары түсірілген суреттері бар. Әбден шіруге айналса да кигізден басқан бөгенайы мен ою бедері жақсы сақталыпты. Өңі мен түсі қазақтан аумайтын, бірақ тілі мен ділі ұйғырға сіңіп кеткен. Көне қазақтар мұны бертінге дейін қолданып сақтап келген екен. Бір қызығы, Қашқарияның кейбір елді мекендеріндегі жергілікті этномұражайда қолына бүркіт ұстап саят қылғандар мен ат жалын тартып мініп шауып бара жатқандар және ою өрнекпен нақышталған малақай бөрік кигендердің портреті бар дейді. Жеке қорымда 1-2 дана суреті де бар. Соңында мына бір қасіретті қосқым келеді. Қашқарияға ауған қазақтардың дені осы өлкеде қалған. Біразы Алатау асып қазақ даласына қайтқан, кейбірі Қырғыз тауында сіңіп қалып қойған. Қайта кері көшпей Қашқарияда он неше мыңдап қалып қойғанның тағдыры өте аянышты халде аяқталған. 1930-1940 жылдары Чыңдуба мен Гомендан өкіметі ұлт анықтау кезінде оларды, яғни қазақтарды тұтастай ұйғыр деп жаздырып жіберген. Пекінде оқып жүргенде өңі мен бет пішіні қазақтан аумайтын ұйғыр студенттерді көріп таң қалушы едім. Оларды ұйғыр деп жазып жіберген соң көп бөлігі сіңіп қабылдап кеткен. Кейбірі мойынсал болмай заман түзелген 1980 жылдары автономия төрағалары Сайпиден мен Темір Дәуіматқа арнайы арыз жазып, қазақ атауын қалпына келтірмек болған. Бірақ Сайпиден мен Темір екеуі мақұлдамай қойған деседі. Осы орайда қоса кетейін, 1930-1940 жылдардағы ұлт анықтау бекіту кезеңінде Шыңжаңға ауған ноғай бауырларымызды да тұтастай татар деп атауын өзгертіп жіберген. Шынтуайтында Шыңжаңға ауған татардың көбі ноғай еді. Керек десеңіз Құлжа қаласында Ноғайгород деген шағын елді мекен болған. Мұндай жаңсақ деректер өте көп. Қашқария қазақтар туралы зерттеу тыңнан басталса екен. Жас қазақ ғалымдары ғылыми экспедиция жұмысын ұйымдастырып, Алтышахар аумағын аралап, байырғы қазақтар құмға сіңіп бара жатқан сарқыншақтарды өңдеп, жинап қайтсе екен деген үміттеміз деп қорытындылайды өз сөзін Елдос Орда. Әрине, қазір тілі қазақ, түрі қазақ, қаны қазақты оралтылмай жатқан сәтте ұйғырға сіңіп кеткен қазақты іздеп қайтеді дейтін азаматтарда шығуы мүмкін. Дегенмен Қашқар өңіріне Қазақстаннан ауып барып, сол өңірдегі ұйғырларға сіңіп кеткен қазақтар жайлы деректерді мен де естігенмін. Шыңжаң газетінде жұмыста жүрген кезде сол оңтүстік Шыңжаңға тілшілік сапармен барып, Такламакан жиегінде 44 күн жүрген едім. Сол сәтте Қашқарға ауып келген қазақтар жайлы мен де естігенмін. Тіпті ұйғырдың бір ақсақалы Қызылсу қырғыз автономиялы ауданы жағындағы бағыттан бір күні түнде біздің ауылға 500 қазақ отбасы көшіп келген болатын. Кейін осы төңіректерге бытырай орналасып, осы халыққа сіңіп кетіпті деген әңгімені
өз құлағыммен естігем. Әрине сонау қиын қыстау кезде Қазақстаннан босып қиыр жайлап шет қонып тау асып тас басып Қытайға асқан қазақтар туралы деректер толық зерттеліп жатқан жоқ. Қашқар өңірінде шынымен де қазаққа қатысты атаулар расында бар. Мәселен, Ақсақмарал, Сарымия, Тойболды сияқты атаулардың бәрі қазақпен қатысты. Жоғарыдағы Елдос Орда айтып отырған Мәкіт ауданы да қазақпен қатысты екені анық. Осы өңірдегі Долан қойының арғы тарихын ұйғыр зерттеушілері бұл қой жергілікті халықтың қойы мен Ауғанстаннан әкелген қошқарды будандастырудан пайда болған деп түсіндіреді. Яғни Долан қойы дегеніміз құлағы кере қарыс, дөң тұмсықты, бойы биік қойларды айтады. Олардың бағасының алды тіпті неше миллионға дейін кетеді. Саны да тым көп емес. Демек, осы қойдың арғы тұқымы да Меркіт қойы мен Ауғанстаннан әкелінген қошқардың буданынан пайда болған деректе айтылады. Қысқасы, Алтышәһәр, яғни Қашқар өңіріндегі ұйғырларға сіңіп кеткен қазақтар туралы зерттелмей жатқаны рас. Бұны енді тарихи тұрғыдан зерттеп, Қазақстаннан ауып барған сол неше мың түтіннің өткен тарихын зерттеп, зерделеу жас тарихшылардың назарынан қағыс қалмас екен деген ойды біз де құптаймыз. Қазірше айтарымыз осы. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.